Сәлем достар, бүгін біз адам денесіндегі ең ерекше 10 мүшемен танысамыз. Яғни бұларды сіз бұрын соңды естімегенде боларсыз. Дайынсыз ба? Онда кеттік. Арнаға тіркеліп, өз пікіріңізді қалдыруыңызды ұмытпаңыз. Бірінші ми. Ми секундына 1 миллион деректі өңдей алады екен. Ми ауырмайды, оның ішінде ауырсыну рецепторлары жоқ екен. Екінші, тіл. Әр адамның тілі өз саусағы ізі сияқты бірегей. Тіл денедегі ең күшті бұлшықеттердің бірі болып келеді екен. Ал үшінші, жүрек. Әрине, жүрек ең маңызды. Жүрек күніне 100 000 рет соғады екен. Жүрекке ғашық болған кезде сигнал ми арқылы барады екен. Төртінші, көз. Көз де ең маңызды. Адам көзі 10 миллион түрлі түсті ажырата алады екен. Көздің бұлшықеттері күніне 1000 рет қозғалады. Фитнес залдағыдан көп. Ал бесінші, мұрын. Мұрын 1 триллионнан астам иісті ажырата алады екен. Не ғажап, иістің адам көңіліне әсер ететіні дәлелденген екен. Алтыншы, ол сүйек. Әрине, сүйек. Адамда 206 сүйек бар, бірақ сәбиде 300-ге жуық болады. Сүйек болаттан мықты салмақ қатынасады. Ал жетінші, құлақ. Құлақ тек естімейді, тепе-теңдік сақтауға да көмектеседі екен. Адамдар оң құлақпен жақсы тыңдай біледі екен. Сегізінші, өкпе. Өкпедегі альвеолалар ауа көпшіктері 70 метр куб жерді жауып тұра алады екен. Өкпе әр тыныста ауа мен оттегіні сүзеді екен. Тоғызыншы, бауыр. Бауыр 500-ден астам қызмет атқарады. Егер бауырдың бір бөлігі жойылса, ол қайтадан өсе алады. Регенерация қабілеті бар екен. Ал 10-шы, ол әрине қан. Қан тамырының ұзындығы 100 000 километр. Қан дененің көлік жүйесі, оттегі, қорек, гормон, қалдық бәрін тасымалдайды екен. Сонымен қорытындыға келе, көрдіңіз бе, адам денесі табиғаттың нағыз кереметі. Қай мүше сізге ең қызық болды? Комментарийға жазып кетіңіз. Ұнаса лайк басып, арнаға жазылыңыз. Келесі видеода кездескенше достар.